Баршаңызға сәлем достар, әне міне дегенше жаз мезгілінің аяқталуына да аз ғана уақыт қалды. Әрбір бала бұл мезгілді балмұздақ жеу үшін ғана күтері анық. Сондықтан да бүгін мен ағзаға зиянсыз, иммунитет пен гемоглобинді өте жақсы көтеретін пайдалы балмұздақтың жасалу жолымен бөлісемін. Видеоны қарамас бұрын лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыз. Ең әуелі қауынымыздың сыртын жақсылап жуып алып, екіге бөліп, ішіндегі дәнектерін тазартып алатын боламыз. Дәнектерінен тазартып алған қауынымызды бөлшектерге бөліп, сыртын алып тастап, бірнеше бөліктерге бөліп турап алатын боламыз. Жақсылап бөлшектерге бөліп алған қауынымызды бір ыдысқа салып, шамамен 5 сағатқа морозильникке қатыруға қоямыз. Морозильникте жақсылап қатырылған қауынымызды блендерге салып, үстінен шамамен 3 ас қасықтай сгущенка және жарты бокалдай сүт құйып, жақсылап блендерлеп алатын боламыз. Барлық ингредиенттерімізді жақсылап блендерлеп алғаннан кейін шамамен осындай масса шығады. Бұл массаны бір ыдысқа құйып, қайтадан шамамен 5 сағатқа морозильникке жіберетін боламыз. Ал достар, осымен біздің ерекше табиғи жолмен жасалынатын ең бастысы денсаулыққа пайдалы, өте дәмді болып шығатын балмұздақтарымыз дайын. Міндетті түрде бала-шағаларыңызға жасап беріп қуантыңыздар. Рецепт пайдалы болды деп ойлаймын. Видео ұнаса лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар.